тығылмақ ойнайықшы? Жоға, сен мен ойнаған қызық емес. Сен тығыла алмайсың. Айтсам да, бұл жолы мені таппайтын боласыңдар. Балалар, тамақ жеміз. Мам, біз ойынды жаңа бастадық қой. Жақсы, 5 минуттарың бар. Көз алдымда жүріңдер. Жарайды. Менің тек соңынан ғана табар. Қайтып іздесе де. Көреміз әлі. Мен қуалайтын болмайыншы. Кім тығылып үлгерген жоқ, өзінен көрсін. Сұлу, қара, қандай алып кіріп? Қайда? Мен бе қайтадан? Қайда тығылсам екен? Көрініп тұрсам, жеңіске жетпеспін. Таптым сені. Жарайды, кеттік қарбышик. Тиманы әлі таппадым. Қалайша? Сен мені бірінші таптың ба сонда? Иә. Сима! Не болды, қызым? Мам, сіз тек уайымдамаңыз. Біз мұнда тығылмақ ойнап еді. Жоғалып кетті. Не? Мен сендерге көз алдында болыңдар деп едім ғой. Ой, түсетін уақыт келіп қалды ау. Қап, енді қалай түсемін? Қайтермін енді? Жаным, сұлу екеуің ана жерді қарап қайтыңдар. Лала, менмен жүр. Диманы қазір табамыз. Дима! Оны соңғы рет қай жерден көріп едіңдер? Анау жерде сияқты. Жарайды онда, мен тамақ жеп алайын. Қызым, алдымен Диманы тауып алайық, сосын бәріміз бірге жейміз. Дима, шықшы, менің қарным ашты. Дима, қайдасың? Ай. Дима, түс кәне? Жоқ. Мама мен папа сені іздеп жүр. Жақсы онда, сенің бөлмем бұдан былай менікі болады. Жоқ, тек бөлмем емес. Қойшы енді, ойнап айтамын. Кеттік, қарным ашты. Мен түсе алмай жатырмын. Көмектесші. Тоқта, қозғалма. Мен мама мен папаны шақырамын. Жоқ, тоқташы. Олар мен жазалайды ғой. Сені жазалайын деп тұрған ешкім жоқ. Жазалайды. Бөлмемді де алып қояды. Ойнап айттым дедім ғой. Сенбеймін саған. Қазір, қара. Мам, пап. Лала, Диманы таптың ба? Жоқ, бірақ тапсам сендер оны жазалайсыңдар ма? Жоқ, әрине. Біз оған бірдеңе болды ма деп уайымдап тұрмыз. Бәрінен де Дима табылса екен деп тілеп тұрмыз. Мам, пап, мен мұндамын. Дима? Қандай жағдай болмасын, біз саған көмекке келеміз, балам. Мам, менің бөлмемді ешкімге бермейсіңдер ғой, иә? Бермейміз, балам. Ең соңғы боп табады дедім ғой. Аңқау желкілдек, мені жеңем деп ойладың ба? Иә, Төлеген, менің қас дұшпаным. Жақсылық әрқашан жамандықты жеңеді. Міне саған! Секірдің бе? Одан да ол жолында алдау керек. Жоқ, олай болмайды. Себебі батырлар аяқтан соқпайды. Олар аспаннан шабуылдайды.
Ал меніңше, зұлыммен болған дауды жанжалсыз-ақ шешуге болады. Сенбеймін. Ертегі айтпашы. Ол онсыз да ертегі емес пе? Желкілдек төлегенді шайқаста жеңуі керек. Иә, желкілдекті өз ағасы сатып кетті емес пе? Зұлым жауды жеңудің өзі оңай емес. Оның үстіне ағасы шайқас алдында сатып кетті. Сатқынға кешірім жоқ. Алауша не ойлады екен? Ертегінің соңында желкілдек өзінің қас жауы төлегеннің қызына үйленетін көрінеді. Үйлену тойы болады. Демек, бәрі жақсы аяқталады. О, тойда жанып көргем келеді. Ой, сонда қалай? Жауыз төлеген өз қызының тойына келмейді ме? Желкілдектің сатқын ағасында ұмытып кетпе. Ол да сол тойда болады. Керемет той. Дұшпандардың барлығы бір дастархан басында. Желкідек қалыңдықтың әкесін бүйтіп лақтырып жібере алмайды. Төлегеннің батасын алу керек. Сен зұлымды жекпе-жекке шақырамын. Жеңілсең, бізге батаңды бересің. Ал жеңсең... Желкілдек пен төлеген той ортасында бұлай жауласпайды деп ойлаймын. Не себепті олай ойлайсың, Алауша? Енді бұл үйлену той емес пе? Бірақ мен үйлену тойында ешқашан болмаппын. Төлеген өз қызын жақсы көреді, желкідек те өз қалыңдығын сүйеді. Олар неге дұшпан болу керек? Меніңше олар той тойлап, тамақ ішіп, күлетін еді. Дұрыс айтасың. Себебі ертегі дәл солай аяқталады. Мүмкін емес. Төлеген желкідектің қас жауы емес пе? Ал өкіл ағасы оны сатып кетті. Төлеген желкілдекке өз қызын бергісі келмеді. Дұшпандарыңмен бір дастарханға отыру да игі іс емес. Түсінесіңдер ме? Нағыз күш кешіре білуде. Ал кешірудің көзі махаббат. Желкілдек бұл ертегіде өзінің қас жауын да, сатқынды да кешірді. Олар қайтадан бір отбасы болды. Осылайша желкілдек бәрін жеңді. Егер жауынгер кешіре білсе, ол өзінің басты шайқасын жеңді дей бер. Ол өзінің ренішін жеңді. Ал ол төлегеннен де асқан жауыз күш. Пап, не істеп жатырсың? Мен планкада тұрмын, балам. Планка деген не? Планка бұл жаттығу. Мам, маған мультфильм қойшы, өтінем. Маған қыздарды мектептен алып кету керек. Мүмкін папаларың қосса... Жаным, құдай үшін Темірханға мультфильм қосшы. Дима, балам, анаңа көмектесіп ойыншықтарды жинай аласың ба? Мен қайтып келгенде міндетті түрде мультфильмдерді қосамын. Келістік пе? Әрине, анашым, сен үшін бәрін жасаймын. Жарайсың, Темірхан. Саған әрқашан сенуге болады. Бастайық. Дайын. Мама риза болады. Ал егер... Енді дайын болды. Фу. Ой, маманың неге сонша шаршайтынын енді түсіндім. Мам, сәлем інішім. Мама қайда? Сұлу қайда? Мама дүкенге кетті. Ал Сұлу бақшада маңызды шаруасы бар деп айтты. Бұл бөлме неге сондай таза? Сен жинадың ба? Иә, мама маған айтты. Лала, сен не істеп жатырсың? Маған портретті аяқтауым керек.
шабытым бар кезде. Жоқ! Неге айғайлайсың? Суретті басқа жерде сал, заттарыңды алып кет. Күні бойы осы жерде жинап едім. Жарайды. Ал балалар, папаларының көңілін бөлмеңдер. Жарай ма? Шетелдік әріптестеріммен маңызды кездесуім бар. Өй. Я, қазір 1 минут. Мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу. Қалайсың, пап? Менің жинағаныма ешкіммен бермейді. Сұлу! Ой, Тима, саған текст туралы оқып берейін бе? Сұлу, сен диванды бұздың! Мен? Маманың өтінішін неге ешкім ойламайды? Не? Кешірші. Мен күні бойы жинап жүрдім. Басқалары болса қайтадан шашып жатыр. Жетер енді. Мен келдім. Мам! Сәлем, балам. Мам, қарашы, мен бәрін қалай жинадым? Тима, не деген жігітсің? Менің ойымша бұл жер ешқашанда осы сияқты таза болған жоқ. Себебі мен ойыншықтарды жинадым, шаңды сүрттім, еденді жудым, және ешкімді кіргізбедім. Бәрі сен үшін, анашым. Балам, сен үйді мен үшін ғана жинаған жоқсың ғой, солай емес пе? Сен отбасымыз үйде жақсы және жайлы сезіну үшін жинадың. Біреу, шүбіреге келіңдерші. Тима? Пап, Лала, Сұлу, кешіріңдерші. Мен енді сендерді қумаймын. Тіпті сені де, Лала. Рахмет, балам. Үйді керемет жинап тастадың. Менің портретімнің суланбағанына жолым болды. Барлығымыз мультфильм көрейік пе? Алақай, мультфильмдер! Ал менің портретімді саласың ба? Иә, әрине. Мяу-мяу. Одан жылдар, ғасырлар даналығын бойына сіңірген ақсақал өзінің ең керемет туындысын, қобызды қолына алды. Аспапты тартқан кезде күн күркіреп, найзағай жарқылдап, шың жартастарды одан сайын сілкіндіріп, аспанды одан бетер толқытты. Тұра тұрыңызшы, сіз бізге қазір жақсы адам туралы айтып отырсыз ба? Сіздің әңгімеңізге қарағанда жақсы адамға ұқсамайды ғой. Келісемін, дәл солай. Тіпті есімі жылы жүректе емес, Қорқыт ата. Қорқынышты естілетін сияқты. Иә, мүмкін. Бір қарағанда тағдырын өзгерткісі келген адам туралы аңыз. Ондай аса мейірімді боп естілмейтін шығар. Бірақ бұл әр адамның қалауы емес пе? Айтпақшы, бұны менен емес, оның өзінен сұрасаңдар болады ғой. Келіп қалдың ба? Кел, төрлет. Балалар, амандасыңдар. Бұл Қорқыт ата. Қорқыт ата? Бұл Қорқыт ата ма? Иә, мен ғой бақшақ. Шақырғандарыңа рахмет. Күтпеген жерден жаңбыр құйып кетті ғой. Жаңбыр себелеп тұрып жауды ғой. Тағы да рахмет шақырғаныңа, досым. Бірақ желмаямды қайтсем екен. Сыртта тұр, ал жаңбырдың қоятын түрі жоқ. Досым, менің есігім бәріне әрдайым ашық екенін білесің ғой. Кірсін әрине, жылынсын, орын бәріне жетеді. Ого, мынау қанат ба? Сәлем, мен Аққу. Танысқаныма қуаныштымын. Қанатын әп-әдемі екен. Мен жылан, тіл табыса аламыз деп үміттенемін. Менің атым бүлдіріп, Аусти. Бірақ барлық бауырсақты жеп қойма. Отырыңдар, сендерді жылытайын. Сырттан қарағанда бір түрлі екен. Апаласаңшы. Рахмет, жылан. Ой, менің ақ қауырсындарым. Кешіріңдерші. Ол негізі әдептеді.
тек кейде соны ұмытып кетеді. Ол менің ең жақын досым. Онымен не көрмедік десеңші. Дүниенің 4 бұрышын бірге араладық. Ол менің қобызымның алғашқы үнін естіді. Мен ойлап тапқан қобыздың ғажайып үнішін аспан мен жер асты құдайлары, тәңір мен ерліктің маған берген сыйын да көрді. Бұл аспаптың біреуді баурап алатындай сиқыры барына сене алмаймын. О, досым, балаларға тартып бересің бе? Өтінем. Болады деп ойлайым. Бірақ тым қатты кетпес үшін бір қарапайым туынды тартып берейін. Әйтпесе біреуді ұйқысынан тұрғызып алармыз. Солай. Ал бұдан да мықты тарта аласың ба? Я, қанеки, бұдан да күшті қып. Мені толқытып жіберді ғой. Кеудемде ыстық боп тұр. Бұдан да күшті етіп тартып бересіз бе? Бұл жақсы ой емес ау. Тартып беріңізші, өтінеміз. Халық сұрап тұр, кеттік онда. Тоқтаңдаршы. Бұл шынымен жақсы ой емес шығар. Уайымдама. Қобыз тартып отырып, шектен шығып кетпедім бе деп алаңдаймын. Не десе де, аспаптың сиқыры бар. Біреу-міреу оянып кетуі мүмкін. Біз үйдеміз. Мам! Сәлем балапандарым. Кәнеки, менің маңызды жаңалығым бар. Мен сурет сайысында бірінші орын алдым. Лала, мен сен үшін өте қуаныштымын. Рахмет, Сұлу. Сонымен, қарандар маған не сыйлады? Вау! Жарайсың, Лала. Астарың дәмді болсын. Мен жоғарда жұмыс жасай тұрамын. Шуламаңдар. Жарай ма? Жарайды, анашым. Ей, сен не істеп жатырсың? Жасылын берші. Жоқ, өзім де жеп үлгермедім. Бірақ мама астарың дәмді болсын деді. Демек бұл бәріне арналған. Бұл менің сыйлығым. Оны қашан және кіммен бірге бөлісіп жетінімді өзім шешемін. Лала, сен не? Сараңсың ба? Мен бе сараң? Солай ма? Бұл менің сыйлығым. Сенмен мүлдем бөліспеймін. Сенімен де, Сұлу, бөліспеймін. Бөлмеме барып, бәрін өзін жеймін. Ой, ыңғайсыздау болып қалды. Шынымды айтсам, мен біреуін жеп көргім келді. О, Сұлу, сен ақылдысың ғой. Өз мармеладымызды жасайық. Бұл сараңмен бөліспейміз. Сосын ол мені сараң деп мазақтады. Мені де құттықтаған да жоқ. Сұлу да. Бірақ Сұлу мен үшін қатты қуанды. Жарайды, мен бұған лайық екенімді өзім де білемін. Солай ғой күнім. Енді желатинді жақсылап араластырып. Енді жеуге бола ма? Әзірше болмайды. Біріншіден желатин қатып, мармелад сияқты болу керек. Қазір арнайы ыдыстарға құйып алайық. Сұлу, сен сондай ақылдысың. Бізде мармелад көп болады. Дәл солай. Бірақ мамаға бірнешеуін қалдыру керек. О, папаға да бір табақшасын қалдырайық, ол ұнатып қалар. Және ауылдағы ата-әжемізге де жібереміз, олар да қуанып қалар. Және де... Сұлу, бұл біздің мармелад. Тима, сен сараң емессің ғой? Мен... Сұлу, өтінемін,
кешірші мені. Мен бағана біреуге ашуланған болатынмын. Соның кесірінен байқамай сағандай қаладым. Сондықтан, міне, менің мармеладымды жеп көр. Жоқ, оған сенің мармеладың керек емес. Біз өзіміз жасап жатырмыз. Оны өзіміз жейміз. О, Тима, біздің мармеладымыздың түсі қандай болады? Жасыл болсыншы. Бірақ бізде жасыл бояу жоқ. Мүмкін жасыл түсті қалай шығаруға болатынын біреу білетін шығар. Сондай біреу бар ма екен? Лала, сен суретті өте жақсы саласың ғой. Сары және көк түстерді араластыру керек. Сары, көк. Вау! Айтайын дегенім, күлгін жасауға болады ма? Қызыл және көк түсті араластыру керек. Осылай. Вау! Жаным, таңғы асқа не бар? О, не деген көп мармелад. Сәлем, пап. Қайырлы таң. Алақай, бәрі дайын. Лала, бізге мармелад жасауға көмектескенің үшін рахмет. Оқасы жоқ інім. Және кешір, сені сараң деп айтпауым керек еді. Жарайды. Негізі мен сенімен бөлісуге қарсы емеспін. Міне, қаласан барлық жасылдарын жей бер. Маған бір мармелад болады ма? Жоқ. Қалжыңдаймыз, пап. Тоқта, не? Баршаңызға қайырлы таң. Жақын жерде қобыз тартып отырған адамды көрмедіңіздер ме? Қайырлы таң. Жоқ, көрмедік. Адамдар мұнда мүлде келмейтін болды ғой. Менің байқағаным, мына жас қарлығаштар үйлеріне мүлдем кеш қайтады екен. Ақыры оянған екен. Енді қайттық. Ақсақалға дереу хабар жеткізу керек. Тоқта ғане, нені тіміскілеп жүрсің мұнда? Алып әрі Күштайдахардың жағдайын біліп кетейін деп едім. Бір түрлі боп тұрсың өзің. Қателеспесем, менің арғаталарым қарлығаштан зардап шеккен еді. Сенен емес пе? Жоға, о не дегенің? Ол қарлығаштың құйрығы тұтас еді ғой. Ал менікі мынадай, көрдің бе? Жарайд, байқа. Айтып тұрмын ғой, дұрыс емес жүргенің. Неге алдауға тырысасың? Барлығын алып, алға жүре берсеңші. Сол ғой енді. Бәрін алдына апарсам, бәрін жоғалтып алмайын ба? Тұра тұршы. Жоқ малақты қоса алмайсың ғой енді. Олай болмайды. Қауырсынды, тыныш. Кез келген шайқаста бастысы жеңісі екенін білмейсің бе? Ал сол жеңістің қалай келгені маңызды емес. Абайла! Жоқ, менің бауырсақтарым. Саған тек бауырсақ болса болды. Бауырсақ бәріміздікі негізі. Қарап тұрмай тұруға көмектессеңдерші. Иітіп жіберейін бе? Меніңше қажет емес. Мәс саған. Қарлығаш менің ескі досым. Балалар, мен сендерге ол туралы әлі айтқан жоқ едім. Алақай, жаңа дос.
Ой, аққу, сенің құйрығың неге қарлығаштыкіне ұқсамайды? Шынымен де, мүмкін сен өзгеше шығарсың. Бәлкім ол өз терісін тастаса, құйрығы осындай болатын шығар. Менің құйрығым дұрыс. Біз әртүрлі емеспіз бе? Мен аққу, ол қарлығаш. Иә. Менің құйрығым бір кездері тұтас болған. Құйрығымды Айдахар тістеп алған соң, осындай боп қалды. Айдахар! Анау қария қобыздың ойынына түсіп кетті ме? Мен оған соншалықты тырыспа деп едім ғой. Ол оянып кетті. Өз көзіммен көрдім. Бұл жақсы жаңалық емес. Енді қайттық. Барлық батырларымызды қайта жинап, сосын... Оның оянуына біз кінәліміз. Енді не істейміз? Қорқынышты. Айдахарды айтасыңдар ма? Мені нарғатам ба? Ол менен өткен зұлым болса керек. Бұл біздің кінәміз болса, онда оны мойнымызға алуымыз керек. Қане, оны тоқтатайық. Қызыл қоңыз, қандай әдемісің? Бізбен бірге тұрғың келе ме? Келістік деп есептейік. Менде саған ыңғайлы орын бар. Саған бізде ұнар. Сенің атыңды нүкте деп қоям. Сұлу, сен менің телефонымды көрмедің бе? О, міне ол! Сәлеметсіз бе? Бұл мұражай ма? Менің жаңа суретім бар. Мұражай? Мен сізге қайта қоңырау шаламын. Вау! Бұл нүкте, енді ол бізбен бірге тұрады. Қандай сымбатты! Мен оның суретін салғым келеді. Жоқ, оны орнына қойшы. Ол өзін жайсыз сезінетін болады. Нүкте қонақ үйіне енді ғана көшіп келді. Оған тыныштық керек. Қонақ үй? Сонымен, біріншіден бұтақ. Бұл интерьерге сәйкес келмейді. Жапырақтарды да алып тастаймыз. Бұл өткен ғасыр. Мұнда біраз түс қосып, ал жиһазды осында қосайық. Керемет болады. Тағы шатыр керек. Сүйкімді. Ол қалай демалады? Мінекей, күшті боп қалды. Оған ол жерде ыңғайлы емес сияқты. Ал маған ұнайды. Мен өзімде осында үйде тұрғым келеді. О, қыздар, менің добымды көрмедіңдер ме? Сенің добыңды іздеуге уақытымыз жоқ, Тима. Біз бос емеспіз. Мен қазір портрет саламын. Немесе натюрморт. Мен әлі ойланып тұрмын. Шуламандаршы, өтінем. Ол қатты дыбыстан қорқады. Бізде қонақ па? Оған тез арада тамақ беру керек. Міне, бұл әлемдегі ең дәмді балдыр көк. Тима, сен оны езіп тастай жастадың. Джакузиді да бұзып жібердің. Кешіріңдер, мен қазір бәрін түзетем. Жетер! Қызыл қоңыздар шөп жемейді. Олар кішкентай қоңыздармен қоректенеді. Кешір нүкте, олар сені ренжіткісі келмеді. Қалайсың? Сонда сен далаға шыққың келе ме? Далаға? Оның жанды сәнді үй іші. Анам да аш қарынға қыдыруға болмайды дейді. Сұлу, маған нүктені берші, оның суретін салуым керек. Жоқ, нүкте екеуміз шай ішуге барамыз. Сұлу, қараңғы болмай тұрғанда тезірек. Ол шайды сүтпен, әкесі сүт ішеміз. Сұлу, мен сені құтқарам. Сұлу, тоқта, нүктені қайдар. Сәл қалды, шыдай тұру өтінем. Аяп тұрсың ба? Ол біздің мармеладты әлі жеп көрген жоқ. Ей, Сұлу, тоқтай тұр енді. Сұлу! Жіберіп алдыңдар ма? Шай суыды ма? Ал,
еске түсіріп сурет салуға тура келеді. Мен сені ешқашан ұмытпаймын. О, міне менің добым. Мен қалайда жақсы болғанын қаладым. Бірақ сен үшін не жақсы екенін білмедім. Саған бақшада жақсырақ болады. Қонақ болғаныңа рахмет. Көп зат алмау керек деп. Кеше кім айтып еді? Өзіңе қарашы, сөмкенің ауыр болғаны сойынша орнынан қозғалта алмайсың ау. Ауыр емес. Оп-оңай көтер алам. Қара. Көрдіңдер ме? Бірақ қадам ба? Бауырсақты аузы мұрнынан толтырып алған сияқтысың ғой. Сенде бауырсақты осы үшін пісірген екенсің ғой. Маған мұның бәрі керек. Келістік қой. Өздеріңе салып алдыңдар сонда. Кәне бұғашақ көрсетіне салғаныңды. Соншама ештеңе жоқ менде. Кәнеке, көрегіне салып алғаның. Ауыстырмалы мүйіз бе? Оны қайтесің? Керек ол маған. Шаруаң болмасын. Өзінде толтырып шұлық салып алған боларсың. Ой, жыланымыз тоңғақ екенін ұмытып қалдым ғой. Мен салқын қандымын. Сендерге қарағанда тез тоңамын. Өзінде ойыншықтармен алысып жүрген шығарсың. Мынауың ойыншық емес. Кәдімгі әскер ғой. Досымыздың көп болғаны жақсы емес пе? Сонда сапарымызда қызықты өтеді. Енді бәрін алу керек емес шығар. Неге Лаушаға ештеңе айтпайсыңдар? Ол өзімен бірге бір арба отын алды. Ол оның тамағы. Сол себепті оны түсінем. Сәлем! Амансың ба, балақай? Ой! Сендер таң атпай сапарға шықтыңдар ма? Иә. Затты толтырып алып, енді нені тастап кететіндеріңді шеше алмай жатсыңдар ма? Түсінем, бәрін алып кеткін келеді. Иә, мен мысалы бәрін алып жүрем. Сауытыңызды айтасыз ба? Иә, соны айтам. Бұрындары бұл менің сандығым болатын. Бір кезде мен кәдімгі құрбақа болған едім. Бірақ өте сараң құрбақа едім. Кезінде дүниемнің барлығын тас сандықта сақтайтынмын. Сөйтіп, сандығымды көтерейін десем, зілді екен. Одан кейбір заттарды алып тастауыма тура келді. Алайда, әрбір зат өзіме ыстық боп, ештеңені тастай алмадым. Ал басқа аңдарға сенбегенім сонша, оларды тіпті көмекке шақырғым келмеді. Сандығымды әрі-бері қозғап көріп едім. Алайда, ол орнынан мүлде қозғалмады. Сөйтіп, шаршап, ашық сандықтың шетіне отырып қалғанымда, қақпағы үстіме түсіп, тас жабылды да қалды. Содан бері осылай жүруге мәжбүрмін. Дүниемнің бәрі өзіммен бірге, бірақ оны пайдалана алмаймын. Андағының бәрін өздеріңмен алып кетесіңдер ме? Мынау ағаштың бәрі көп болар. Жолда бірдеңе табылар. Ал қалғаны арбаға сер. Жарайды, бір қабат жылы киім алайын. Өзімнің сүйікті қарлығаш ойыншығымды алсам болады. Онда мен өзімнің шамдары бар, ең әдемі мүйізімді ғана алайын. Мұнаның бәрін қазір жеп қою керек. Өзіммен тек бір дорбасын алайын. Апатайым-ау, сен балаларға қайтадан бұрын құрбақа болдым дедің бе? Осы ертегіні біраз жылдан бері айтып келесің. Бір күні жұрт осы сөзіңе сене бастайды-ау. Қалай болғанда да оларға пайдасы тиді. Қой,
тездетейік. Баратын жерімізден қалып қоярмыз. Жасыл алма. Оп, ұстадым. Қызанақ, шереген. Фу. Оны жеуге болмайды ғой. Айсберг салаты. Сен ойыннан шыққан секілдісің, Лала. Не? Алақай. Дұрыс істедім ғой. Айсберг деген мұзды тау. Оның несін жейсің? Айсберг деген салат. Сандырақтама. Бірінші өзің шешіп алсаңшы. Салат па, айсберг пе? Жоқ, айсберг деген салаттың бір түрі. Домалақ, жасыл түсті. Жасыл? Я. Жасыл болса, оны жеуге болады. Шөпте жасыл. Сонда шөп жейсің бе? Кейде. Жарайды, айсберг салатының жеуге болатынын дәлелдеп беремін. Өзімнің кітапханамның арқасында. Менде кез келген тақырыпта кітап бар. Қазір салаттар. Міне, айсберг салаты. Ол С, П, К дәрумендеріне бай. Оны жеуге болады деп қай жерде жазылған? Міне, қара, рецепт жазылған. Айсберг салаты мен черри қызанағын араластырып, Мен де бояуларымды қызанақпен араластыра аламын. Бірақ оны жеуге болады деген сөз емес. Расымен де. Айсберг салаты шынымен жеуге жарамсыз болса ше? жарайды. Мамамнан сұрап көрейік. Алма шырыны, май, ас жапырақ. Мам, айсберг салатын жеуге бола ма? Әрине, жеуге болады, жаным. Айттым ғой, Лала. Мам, айтшы, ал бізде әлгі айсберг өсе ме? Жоқ, қызым, бізде қыстар тым суық. Ха! Демек бізде айсберг жеуге жарамсыз. Мам, айтшы, бізде банан өсе ме? Жоқ, жаным, банан джунглиде өседі. Ананас ше? Жоқ. Онда авокадо өсетін шығар. Жоқ, жаным, өспейді. Көрдің бе, Лала, айсберг салатының қайда өсетіні маңызды емес. Бастысы оны жеуге болады. Алло? Сәлеметсіз бе, әке? Ата! Лала, қайда кеттің? Алло, ата, сәлеметсіз бе? Мен ғой, немереңіз. Жоқ, басқа немереңіз. Қысқасы, ата, мынаны айтыңызшы. Айсберг салатын жеуге бола ма? Айсберг? Неткен айсберг? Ешқандай айсбергіңді білмеймін. Тағы да қайдағы жоқ нәрсемен тамақтандырып жатыр мені. Әй, әкең қайда? Иә, әке. Жоқ, әке. Бітті осымен сұлу. Атамыз отбасымыздың үлкені. Ол айсберг салаты жайлы естімегенде екен. Демек, мен жеңдім. Онда сен мен ойнамаймын. Не? Сұлу? Мейлі, ойнағым келіп тұрғанымда жоқ. Сол бері түсінбедім. Айсбергті жеуге бола ма, жоқ па? Осы сұлу неге менімен келісе салмайды екен? Тима секілді. Жаным, бұл дауға басқа көзқараспен қарап көрсең қайтеді? Қалай сонда? Қалай ойлайсың? Лимоннан не дайындауға болады? Енді лимонад, лимон бәлішін, лимон қосылған шай жасаса да болады әрине. Оны салатқа қоссам ше? Не? Бірақ мам, лимонды салатқа қоспайды. Қышқылдапсыз болып кетеді ғой. Дәмін көр. Дәмдісің ай. Бұлай істеуге болатынын білмеппін. Онда тұрған ештеңе жоқ, жаным. Күн сайын жаңа бірдеңе білеміз. Бұл өмірде бәрін білу мүмкін емес қой. Жаңа ақпаратты қабылдау қиын болса да, кейде дәмді шығады. Солай емес пе? Айтпақшы, бұл салат Цезарь деп аталады. Оның басты ингредиенті айсберг. Жаным, бәрін тамаққа шақыршы. Сұлу, мамам бәрін тамаққа шақырып жатыр. Ол салат жасады. Айсберг қосылған. Цезарь ма? Иә, өте дәмді. Айтып берші, салат неге айсберг деп аталады? Сол бойы түсінбедім. Себебі бұрын оны мысанға жәшіктерде сақтайтын. Рас па? Рас болғанда қандай? Айтпақшы қызық мәлімет. Айсберг салатын солтүстік Америкада, Калифорнияда өсіріп шығарған. Шамамен 100 жыл бұрын. Ал қазір оны жылыжайларда өсіреді. Алғашын осылай тұра беріңіз. Жымайып тұруға аузым шаршады. Сәл қалды. Беті мен қанаттарым дайып қалды. Та-да! Иә, маған ұнап тұр. Негізі жаман шыққан жоқ. Ұйқыда
ауылдағы ұлы батырмен таныс болсақ, батырдың ұлы ерлік жасаған жеріне баратын кез келді. Ал енді біздің мақтанышымыз бәйтерек. Батырдың ұлы бүркіттің жұмыртқасын зұлым жыланнан қорғаған жері осы емес пе? Дәл солай, ерлік жасалған жер. Ал мына оқиғаларды қайта құру ма сонда? Не дейсің? О, жоқ, бұл қалай? Зұлымдықты жеңу үшін батырды оятайық. Бұл сәурешілік, ол уянбайды. Онда біз өзіміз барып, зұлыммен күресіп, жұмыртқаны құтқаруымыз керек. Біздің сәттілігімізге орай, қазір ол шай ішуге тоқтады. Енді біз үлгермейміз. Одан тезірек қалай жетуге болады? Достар, мен сендерге бұл туристік орын деп едім ғой. Мұнда жеделсаты болу керек. Қандай жеделсаты? Бұл мүмкін емес. Сен өте алмайсың. Зұлымдыққа жол бермейміз. Мен бірдеңе лақтырар едім, бірақ бұл бауырсақ қой. Жоқ, мен оны лақтыра алмаймын. Ол өте дәмді. Қорықпа бөлтір, тағы да жасаймыз. Үлкен аға? Сенің ағаң? Кішкентай жылан, сенсің бе? Күте тұр, мұрныма бірдеңе түсті. Достар, таныс болыңдар. Бұл менің үлкен ағам. Сонда бұл сенің ағаң ба? Ол жұмыртқаны жегісі келді ме? Жұмыртқа? Қандай жұмыртқа? Түсіндім. Сендер аңыз туралы айтып отырсыңдар ма? Жоқ, оны істеген менің ата-бабам болған. Ал мен салауатты өмір салты дегендей альпинизммен айналысып жүрмін. Айтпақшы бүркіт, қалай боп жатыр? Нәтиже жақсарды. Жарайсың. Ал бұлар сенің інің мен оның достары ма? Иә, солай боп шықты. Демек, біз дөрекі болғанбыз. Кешірім сұраймыз. Кітапты мұқабасына қарап бағалауға болмайды. Ал інім, сен мектептен қалмай жүрсің деген үміттемін. Жоқ, қазір мектепте демалыс. Жыланның айтқаны дұрыс болса да, балалар жұмыртқаны қорғауға тырысып, батылдық танытты. Мен сендерді сыйлықсыз жібере алмайым. Осы бәйтеректің дәндерін алып, ақылмен пайдаланыңдар. Мен сенің ағаң бар екенін білмедім. Мен айтуды ұмытып кеттіппін. Барлығы 10 ағайындымыз. Ол болса ең үлкеніміз және шетелде оқыған. Бізді таң қалдырдың ғой. Бәрін дұрыс түсінбей, қатты кеткеніміз ұят болды. Ол тым өсіп кетіпті. Мен бірден танымадым. Қызық. Айдахар мені таныды ма? Мен оның ұрпағы емеспін бе? Не? Солу, қайдасың? Тима? Тима, Солуды көрмедің бе? Іздемеген жерім жоқ. Жоқ, жаңа кемемді көрдің бе? Әдемі. Оны суға түсіруге апара жатырмын. Жарайды, Солуды көрсең іздеп жүргенімді айта сал. Жарайды. Теңіз арыстаны кемесінің командасы. Дайындалыңдар, қазір су. Сені Лала іздеп жүр. Білем, сол үшін осында отырмын. Қараш, кемем күшті, я? Әдемі. Неге тығылып отырсың?
Енді бір жағдай болды. Әпкетай, желімді ала тұрайыншы? Я, ала ғой. Рахмет, қазір қайтарып берем. Жақсы. Онда тұрған не бар? Маған ол желім өте қажет болды. Лала гербарий жасап отырғанымды көрді. Желімсіз жасай алмайтыным анық қой. Бірақ бәрібір желімді алып кетті. Өзің рұқсат бердің ғой? Иә, бірақ мұнымен әлі біткен жоқ. Сұлу, қараш, қағаздан көйлек жасадым. Әдемі екен. Бұл көйлек сырттан қалай көрінетіні қызық боп тұр. Киіп көрш? Енді кітап оқиын деп едім. Бірақ... Жарайды, әкел. Шын ба? Тамаша, рахмет Сұлу. Оған қоса, суретке түсіру үшін мамамның телефонын алдым. Сурет? Қазір сүйікті әнімізді қосам. Сүйікті? Көңіл көтереміз. Қане, әпкетай, әдемі майысып тұра қал. Күшті жарасып тұр. Күлімдеуді ұмытпа. Сүйкімді. Көңіл көтеріп жатқандай тұра аласың ба? Қап, жетпеген осиет. Бұл өзі қалай болды? Лала, кешірші, өтінем. Әдейі істеген жоқпын. Кешір. Қойш, Сұлу, түк етпейді. Шын ба? Әрине. Қазырақ жөндейміз. Мәсіған, онда желімді алып келейін. Аха, мен суреттер қалай шыққанын көрейін. Лала сені сол үшін іздеп жүр екен ғой. Сен қашып кеттің. Мен суретке мүлде түскім келмеген. Енді Лалаға неге айтпадың? Айтсам, ренжіп қалады. Оған бәрін айтып беруің керек. Өзің айтпасаң, не сезіп тұрғаныңды Лала ешқашан білмейді. Кемем суға түскім келмейді десе, оны ешқашан суға салмас едім. Солай дұрыс болады. Кеттік Лалаға. О, Сұлу, осында екенсің ғой. Қане, көйлекті ки. Қалпақты да. Қане, мен қасындамын. О, қағаз. Лала, өтініш, музыканы өшіре тұрасың ба? Иә, әрине. Не үшін? Саған музыка ұнамай тұрма? Әлде мен ойнағым келмей ме? Сұлу, қара, тағы бір кеме жасадым. Маған мұндай музыка ұнамайды. Дауысы тым қатты. Көйлек киіп, суретке түскенде ұнамайды. Ұяламын. Ұнамаған нәрсемді жасаған да ұнамай. Кешір. Жарайды. Маған ренжімейсің бе? Жоқ, саған мұның бәрі ұнамайтынын білген жоқпын. Неге айтпадың? Кешірші, Сұлу. Саған ұнамайтын нәрсеңді жасатқым келген жоқ. Жай ғана сенімен уақыт өткізген ұнайды. Сұлу, ал саған не ұнайды? Енді маған гербарий жасаған ұнайды. Менің көйлегімді гербариймен әсемдегің келмей ме? Лала, табылған ақыл. Қазір келем. Бұл жолы шынымен оралам. Тамаша. Ал енді көйлегімді Тимаға кигізіп көрейін. Жоқ! Қалжың ғой, інім. Егер картаға қарасақ, ең жылдам жол бетпақдала арқылы. Бұл біз үшін ең қысқа жол болғандықтан, біз сонда барамыз. О, қандай әдемі суреттер. Бұл суреттер саған не үшін? Олар әдемі емес пе? Әрине, оларды сен көтеріп жүрмейсің. Не деген ыстық еді. Сеніңше жолды кім таңдады деп ойлайсың? Өй, шөл далада боталарды шашып жатқан кім? Мұнда мүлде ештеңе болмауы керек қой. О, қораған жустанға ұқсайды. Егер қателеспесем, біздің кішкентай бөлтіріктің оған аллергиясы бар. Қараңдар, анда су бар шығар. Өпчу! О,
міне енді шаңды. О, қонақтар. Сендер шөлдеп қалған шығарсыңдар. Мінекей. Сізге көп рахмет. Қандай тәрбиелі балалар. Бізді тау етегіндегі ақсақал оқытты. Мәс саған, шынымен де дәл сол кісі ме? Ол даналығы өте бай адам. Сіз онымен таныссыз ба? Әрине, бұл өңірде онымен таныс емес адам аз. Осы жерлердің ханы болған кезімнен ол есімде. Қазірде хан болып саналам. Бірақ халқым жоқ. Егер оны тыңдағанымда, бұл жер осындай болмас еді. Сіз хансыз ба? Бірақ не өзгерді? Неге сізді адамдар тастап кетті? Балалар, сендер осы жер және оның шыдамсыз ханы туралы аңызды білмейсіңдер ме? Олай болса, ақымақ хан туралы оқиғаны бастауға рұқсат беріңдер. Ертеде осы өңірлердің ханы өмір сүрген. Ол бұл жерлерді бойында қуаты бар болған кезінде билеген. Бәрі жақсы еді. Жер құнарлы, адамдар бақытты және бай болды. Бірақ хан бір нәрсені ұнатпады. Оның аллергиясы бар еді. Аллергиясы сирек нәрседен емес, жусаннан болған. Хан бұған шыдай алмай, адамдарға бұл жерлерден барлық жусанды жұлуды бұйырды. Бірақ жусан жойыла салысымен, бұл жерлерді жусанның иісіне шыдамайтын шыбын-шіркейлер басып кетті. Содан кейін хан масалардан құтылуды бұйырды. Ал масалар болмаса, олармен қоректенетін құстар келуін тоқтатты. Ал құстарсыз тұқымды тарататын ешкім жоқ. Тұқымсыз жер босады. Мәне, ханның шыдамсыздығынан халық басқа елдерге тарай бастады. Осындай аңыз. Тоқтай тұрыңыз. Менде бәйтеректің сиқырлы дәндері бар. Соларды қолдансақ ше. Өздерің көріп отырғандай, мен аз болса да жерді егіп үлгердім. Шын айтқанда, бұл көп уақыт алды. Енді тек су керек. Көп рахмет, балалар. Сендер болмасаңдар, мен не істерімді білмес едім. Бұл жерді құтқардыңдар. Бұдан бұлай бұл жер бетбақ-дала емес. Бес тәй-тәй деп аталатын болады. Балалар, бүгін Әлия әпкелерің келеді. Ал біз театрға барамыз. Күшті, не кетінімді білем. Маған театр ұнамайды, бірақ бір рет болсын бару керек. Али әпкем де театрға барама? Жоқ, оған ұнамайды. Қарындасым мүлде театрды ұнатпайды. Сонда Али әпкем жалғыз қала ма? Жандарым, театрға папаларың екеуміз барамыз. Ал сендер Али әпкелермен қаласыңдар. Бізді тастап кетесіңдер ме? Төртеуін көңіл көтересіңдер. Біз қойылым аяқтала салысымен келеміз. Лезде ораламыз. Әке шешемізді театрға жібермеу үшін жоспар ойлап табу керек. Не істеу керегін білем. Лала, телефоныңды бере тұршы. Не үшін? Көресің. Пип-пип-пип-пип. Алло, Али әпке, біздің үйге келмеңіз. Сау болыңыз. Дима, жарайсың әрине, бірақ бұл ойыншық телефон ғой. Я, сүйсе не бопты? Менде одан да жақсы ой бар. Жақсы белгілері, бөртпе, дене қызуының көтерілуі. Лала, тыңдап отырсың ба? Уайымдама әпке, не істеу керектігін білем. Өткен жылы Тима жершекпен қалай ұрғанын көргем. Жершекпен? Біттім. Тима, бәрі дайын. Мам! Тима, бірдеңе болды ма? Жоқ, мазам болмай тұр. Ауырып қалған сияқтымын. Ауырып қалдың ба? Ауырып қалдың ба? Сұмдық-ай, жаным, тез жедел жәрдем шақыр. Жедел жәрдем? Жедел жәрдем керек емес. Маған жай ғана ата-анамның махаббаты керек.
О, жаным. Уайымдама Лалагүл, бәрі жақсы болады. Расым енді, неткен тосыннан шығатын қауіпті ауру. Мам, бұл жешек сияқты. Сұшып келейін. Сұмдығай. Соны айтам. Ауырып қалған себебім ата-анам кетіп барат мәңгіге. Ал керек болса, бұл ауыр сырқат екен. Шұғыл көңіл көтеретін көмек керек. Міне, ғажап сауығу. Шынымен де ғажайып. Алақай. Темірхан, әпкең мұңайып қалмасын. Қадағалап жүр. Тырыспасақ та болады. Бауырларым, бәрін реттедім. Ата-анамыз ешқайда бармайды. Сен бірдеңе білдірдің бе? Бәрі былай болды. Су ішіп тұрып, кенет түсіндім. Папама жұмыс істеу керек болса, олар үйде қалады. Сондықтан папамның бастығына жаздым. Құрметті бастық, бүгін жұмыс істеуіміз керек. Ізгі ниетпен, папа. Сосын хабарламаны бірден өшір тастадым. Ол мұны мен істегенімді ешқашан білмейді. Сәлеметсіз бе, папа? Жұмысты дүйсенбіге қалдырайық. Демалыс күндері отбасыңызбен бірге болыңыз. Сау болыңыз. Жұмыс компьютерме тиіспендер деп айттым емес пе? Жалынам, папа, мама, мені кешіріңдерші. Масқара болдым ау. Жандарым, байқаймын сендерді бірдеңе мазалап тұр ғой. Бізге бірдеңе айтқыларың келе ме? Кешіріңдерші, біз Жай, сендер бізді тастап бара жатқандықтан мұңайып. Сендерді тоқтату үшін барымызды салдық. Біз сендерді тастап бара жатқан жоқпыз. Жандарым, папаларың екеуміз сендерді қатты жақсы көреміз. Бірақ кейде оңаша уақыт өткізгіміз келеді. Мысалы, сендер бірге ойнайсыңдар. Немесе есік алдында басқа балалармен көңіл көтересіңдер. Есейген соң сендер де өз шаруаларыңмен кететін боласыңдар. Бұл қалыпты нәрсе. Біз де театрға барамыз ба? Міндетті түрде. Киноға да ма? Әрине, Лалагүл. Ол жерде мультик көрсете ме? Ол жерде қалаған нәрсеңді көрсетеді, Темірхан. Әлият келерін келген шығар. Алақай! Әйтсе де, бүркіттен асқан батыл қыз жоқ. Қандай алып, және маңғас еді. Келіспеймін, өзің көрдің. Ағам бұл бүркіттен ешкем түспейді. Күшті және үлкен. Бәрі біледі. Ең батыл. Қасқырларды айтасың ба? Саған не ұнамайды? Әрине, олар туралы айтпағанда қалай? Олар нағыз батыл. Менің әкем сияқты. Кейде анан одан да батыл сияқты. Дегенмен, достар, Гиннестің рекордтар кітабына енген ең батыл жануар бал борсығы. Немесе латын тілінен аударғанда куних тұқымдасына жататын Мелевора капельсис екенін басқаға. Ақсақалдың батыл есек туралы ертегі айтып бергені есімде. Егер бұл ертегіге сенсек, ең батыл есек. Есек? Жоқ, бұған сенбеймін. Ертегі сияқты. Достар, неге олай дейсіңдер? Қараңдаршы, біз жолда қаншама таңғажайып жаратылыстарды кездестірдік. Мұның бәрі рас. Мүмкін бұл ертегі рас шығар. Есектің әділетсіз қожайыннан қашқаны керемет болғаны сөзсіз. Бірақ мен оның жай ғана ықылықтап жолбарыстың өзін, джунгли патшасын қорқытқанына сенбеймін. Негізі джунгли патшасы арыстан. Я, Лауша, біз сені тыңдадық. Мүмкін қай жануардың батыл екенін емес, олардың не батыл ететіні жайлы ойлансақ қалай? Менің ойымша, қасқырдай тәкаппар болу керек. Бірақ бөлтірік, бұл олардың неге батыл екенін түсіндірмейді. Ал менің ойымша, егер биік ұшсаң, онда жалпы қорқатын ештеңе жоқ. Бұл жақсы нұсқа. Тек біздің арамызда ұша алатын жалғыз сен. Мен болсам, батыл болудың ең қисынды жолы, егер өзің қорқынышты болсан деп ойлаймын. Олар сенен қорыққанда неден қорқасын? Солай емес пе? Білесің бе, менің ойымша қорқудың еш жамандығы жоқ. Сонда батыл болып, қорқудың мәні неде? Бұл дұрыс емес сияқты. Бұл ештеңе істемегеннен жақсы. Мысалы, мен судан қорқам.
Бірақ мен әрқашан шайға суды және шайдың өзін қайнатам. Өйткені шайдың дәмді болатынын білем. Маған ештеңе істемеу қорқынышты болып көрінеді. Біздің балалар бұл жерге қайдан келді? Қане, аққу, бөлтірек, жылан және мүйізді біреу. Мен мұндайды ешқашан көрген емеспін. Бірақ мен, жолбарыс, сенің кім екеніңді уайымдаудың керегі жоқ. Саған не керек, жолақ? Көрмейсің бе? Біздің жолымызды бөгеп тұрсың. Ой, неге сонша ашушаңсың? Қорқпа. Өту үшін төлегеннен кейін мен сендерге тиіспеймін. Біз саған ештеңе бермейміз, арсыз. Кет, әйтпесе өкінесің. Қандай батыл. Ал мынау не сенде? Бауырсақтар? Дәмді. Жеңіл тамаққа жарайды. Ей, қане, қайтар! Сендерге балабақшаға қайту керек. Артқа қайтыңдар. Сендерге кіруге тыйым салынады. Тиісуші болма, әйтпесе өкінесің. Кілемге айналасың. Әкем айтқандай, сен есек шығарсың, солай ма? Әкем сізбен араласпа деген. Мен есек емеспін. Мен мәртебелі бұғышақпын. Біздің жолымызды бөгеуші болма. Жоғал, мысық тәріздес. Міне, көрсеттің сен оған. Мен өзім шошып кеттім, бірақ қасқырлар ештеңеден қорықпайды. Жарайсың. Бір жолы кішкентай құс мектепке келіп, арқағымнан дәптерлерін іздей бастады. Кенеттен ол үй жұмысын үйде ұмытқанын түсінді. Қалай ғана ұмытты? Сұлу, бұл мүлде қорқынышты емес. Не? Қорқынышты болғанда қандай? Қиын жағдай. Мен үй жұмысымды Тима жеп қойды дей салар ем. Ол да мүмкін. Бірақ ал енді шынымен қорқынышты хикаяларды қалай айту керегін көрсетейін. Баяғыда шалғай бір далада екі кішкентай тоқты өмір сүріпті. Бір күні түн ортасында екеуі тауға барыпты. Не үшін? Барғылары келгендіктен. Сонымен байғұс тоқтылар адасып кетіпті. Олар ұзақ жүріп қайтар жолды табуға тырысты, бірақ түк шықпады. Ал сосын адасып жүріп, кішкене тоқты кенет түсінді. Ағасы жоғалып кетті. Жайдан жай жоғалып кетті ме? Сөйтіп, байғұс тоқты орманның түкпірінен бір түрлі дыбыстар естіді. Ағасы шығар деп ойлады. Алайда шулап жүрген Таспас екен! Не? Қорықпа балам, бәрі жақсы. Қайырлы түн. Жоқ, анашым, өшірмеші, өтінем. Мен кішкене кітап оқиын. Жарайды жаным, бірақ ұзақ оқыма. Ауа райы бұзылып кетті. Кино көрсек қалай? Көрейік. Бірақ қорқынышты кино емес. Ой, соңғы кезде дұрыс демей жүр. Ертең қоссақ ше, балалар енді жатты. Жаным, оларды айғайласаң да оята алмайсың. Әсіресе Темірханды. Лала, ана жерде таспас жүр. Кім? Ешқандай да таспас жоқ. Оны ойдан шығарды. Ол бар, дауысын естідім, шын сөзім. Ей, ақырын сөйлесесіңдер ме? Ұйықтап жатырмын. Тима, бөлмеңе барш, ұйқы бермей жатырсың. Бірақ қайырлы түн. Қорқынышты кино көргің келмеген еді ғой. Тағы не бұл? Лала, тасбас біздің үйімізде жүр. Ол осында жүр.
айға естідім. Лала, барып көріп келу керек. Лала, жүрші. Зима, таспастар болмайды. Солай ғой, Сұлу. Сұлу? Ол жоғалып кетті. Сен хикаяңдағыдай таспас Сұлуды алып кетті. Оның жоғалып кеткенін басқа қалай түсіндіресің? Зима, қане тыныштал. Сұлудың жайдан жай жоғалып кетуі мүмкін емес. Солай деп үміттенем. Онда не болып жатыр? Қараңғы түн, қорқынышты дыбыстар. Сұлу, әрі қарай не болды? Хикая немен аяқталды? Мен қайдан білейін? Не болды? Лала, бұл таспас. Ол бізді алып кетуге келді. Болды! Жандарым, бәрі жақсы. Біз қастарыңдамыз. Екі тоқты тауда жүрді. Сосын олар адасып кетті. Сосын таспас келді. Соңында не болды? Мен білмеймін. Тау перісі жайлы айтып тұрсыңдар ғой деймін, иә? Кім жайлы? Тау перісі, мейірімді тау рухы. Ол адасқандарға үйге қайтар жолды табуға көмектеседі. Я, бұл хикая есімде. Адасып қалған тоқтылар таспастан көмек сұрайды. Мейірімді рух туған ауылдарына қалай бару керек екенін қуана айтып берді. Сондай-ақ оларды батылдығы мен ерліктері үшін марапаттады. Сол тоқтылар ұзақ уақыт бойы бұл хикаяны достарына айтып жүрді. Иә, тура солай болды. Енді қорықпайсың ба? Жоқ, тамаша. Енді ұйықтайық. Балалар, тыныш. Сұлу ұйықтап қалды. Сонымен қалай екен? Шынымен де сүйкімді ғой. Сонда мен жеңдім бе? Бұл қажетсіз әшекейлерді алып тастағанда әдемі қайық болады. Әйтпесе олар қайықты шамадан тыс жүктейді. Осы жерден шынымен де қайыққа ұқсайды. Бірақ неге оны бәрі қызға ұқсайды деп айтады? Міне себебі. Қателеспесем, аңыз бойынша қызды семеген жігітке бермек болған. Дәл солай, оның өз сүйіктісі болған. Бірақ оның отбасы қарсы болды. Ол онымен бірге қайыққа мініп қашып кетті ғой дейм. Бірақ ол тас болып қатып қалды. Оларды су астындағы құбыжық тасқа айналдыруы мүмкін бе? Оларды бұлай қорқытпа, жылан. Мұндай әдемі жерлерде құбыжық болуы мүмкін емес. Мен дұрыс айтып тұрмын ғой. Иә, қарындас ханым. Жоқ, мұнда құбыжықтар жоқ. Ол сөйлей алады. Иә, сөйлей алам. Мен ұйықтап жатқам. Сендер мені шулап оятып жібердіңдер ғой. Ханым, сізді сиқырдан қалай босатуға болады? Сиқырдан босату? Менің 2 жұмбағымды тап. Сосын мен саған жауабын берем. Қолыңнан келмесе, мені мәңгіге тастап кетесің. Немесе мен сияқты тас қайналасың. Жақсы. Аяғы жоқ, бірақ жүреді. Тілі жоқ, бірақ сөйлейді. Досына қоңырау шалу. Алло. Сәлем әже, жұмбақты тыңдашы. Аяғы жоқ, бірақ жүреді. Тілі жоқ, бірақ сөйлейді. Бұл не? Сенің досың жылан емес пе? Дәл таптың. Рахмет, әже. Жылан. Жақсы, бірақ жауап дұрыс емес. Бұл хат. Екінші жұмбақты тыңда. Бұл классика. Таңертең 4 аяқпен, түсте 2 аяқпен, кешке 3 аяқпен жүреді. Бұл не? 50-50. А нұсқасы адам, Ә нұсқасы автокөлік.
Б нұсқасы гладиолус және В нұсқасы цирк әртісі. В болады. Цирк әртісі. Жоқ, адам ғой. Жұмбақ шешіп ойнамайсыңдар ма? Жоқ. Жоқ, оны тасқа айналдырады. Мен оны тасқа айналдырмаймын. Қолымнан келмейді. Мен жай ғана сендердің кеткендеріңді қаладым. Енді сені қалай сиқырдан босата аламыз? Тек менің көз жасым ғана көмектесе алады деп айтады. Бірақ қайғы көз жасы қанша жыласам да көмектеспеді. Онда күлкі көзі жасы көмектесуі мүмкін. Біз сені күлдірсек, күлкіден көз жасын ағатын шығар. Өзің жаңа ғана күлген болатынсың. Рахмет, балалар. Мейірімділік пен айнымас пәк жүректерің үшін көп рахмет. Бүгін бізде мектепте қойылым болды. Күшті. Тима, қойылым ғажап болды. Өмірімде ондай әдемі декорация көрген емеспін. Солай ғой, Сұлу? Сұлу? Сұлу, не болды? Сені біреу ренжітті ме? Өкінішті. Лала, мұнда не деп жазылған? Жоқ, оқымаңдар, бұны тағы бір рет көтере алмайым. Мұндай мұңды кітапты не үшін оқисың? Мысалы, маған ханшайымдар мен айдаһарлар туралы ертегілерін айт. Баян Сұлу мен Қозы Көрпеш туралы ертегі. Біздің Сұлу сияқты. Жыламап кет-ай. Баян Сұлу жайлы өз ертегімізді ойлап табамыз. Міне қараңдар, бұл театр кесінісі. Міне сахна, көрермендер, актерлер. Тамаша, Сұлу, сен актриса боласың. Не? Бірақ мен ойнай алмайым. Ей, мен актер болғым келген. Тима, бас кейіпкердің аты Баян Сұлу. Демек, оның рөлін Сұлу сомдайды. Неге сен бастық болып жүрсің? Қойылым қояйық деген менің ойым. Сондықтан мен бастық болам. Ал сен бізде жарық берушісің. Ешқашан. Оның қалпағы жасыл екен. Келсем. Онда мен декорацияларға кірісейін. Мам, сосын қалай еді? Қазір, жаным. Қозы Көрпеш күн санап емес, сағат санап өсті. Қозы Көрпеш түн... Ой! Тима! Не? Үйреніп жатырмын. Жасыл қалпағымды күтіп тұрмын. Режиссер бос емес. Жаным, камераны қайтесің? Алғашқы қойылымымыз естелік болып қалсын. Ал, бастаймыз ба? Қозы Көрпеш? Мен ұмытып қалдым. Ештеңе етпейді, Айсұлу. Қазір тағы бір рет қайталаймыз. Бәрі жақсы болады. Солай ма, режиссер? Режиссер қайда? Айдаһарды қандай түспен боясам екен? Жасыл қылсам ба? Лалагүл, ол ертегіде айдаһар болмаған сияқты. Онда не болғанын білмеймін. Оқыған жоқ. Меніңше, Баян Сұлу мен Қозы Көрпеш үйленіп, айдаһарға мініп, ұшып кетеді. Солай ма, Сұлу? Сұлу! Қане, басынан бастайық. Мынау не тағы? Кешіріңдер. Жоқ, Темірхан, бұл тамаша шешім. Болды, шешімнің бәрін режиссер қабылдайды. Қазір декорацияларды аяқтап алуым керек. Ал сендер... Папа, декорациясы сахнаны түсірме. Сұлу, дұрыстап ойнай аласың ба? Мама, жарайсың, жалғастыра бер. Тима, сен... Тима! Бұзықтықты дұғар! Міне, жасыл қалпағымды сол боя ала алмадым. Мүлде түсінбеймін. Енді не істеймін? Менің ойымды бөлме. Қазір жұмысымды аяқтап алып айтам. Қандай қиын. Сұлу, ең болмаса 5 минут жыламай отыра аласың ба? Бірақ, Лалагүл, сен режиссерсың ғой. Сен нұсқаулар беруің керек. Бірақ... Десе де, айдаһар артық болады, жаным. Бірақ... Мама, 5 минут деген көп пе? Бірге санайық. 1, 2... Сондай мұңды, мұны ойнай алмайым. Бәрі дұрыс, жаным. Режиссерге сенім арт. 82. Жоқ, жаным. Одан кейін 17. Қолымнан келмесеші. Маған жасыл қалпақ қашан бересіңдер? Жетер енді! Үзіліс жасайық. Сонымен, мына карточкаларда түрлі мамандықтар бейнеленген. Олардың бәрі өте қызық әрі маңызды. Әрқайсымыз ең қатты ұнаған карточканы алайық. Дайынсыңдар ма? Бірақ мен біреуін таңдай алмайым. Жаным, өзіңе қайсысы көбірек ұнайды? Мен ғажап қойылым шыққанын қалаймын. Мектепте көргендей. Ал қойылымда саған не көбірек ұнады? Декорациялары. Маған ең қатты ұнағаны декорациялары.
Тамаша емес пе жаным? Кейде айналысып жүрген ісіміз шын қалайтын нәрсеміз болмай жат. Бірақ әртүрлі салада бағыңды сынап көргенде тұрған ештеңе жоқ. Шынымен не жақсы көретінімізді басқа қалай түсінеміз? Сол кезде Баян сұлу ұзын өрімдерімен қош айтысып, зұлым құдарды құдыққа тастайды. Ақыры қозы көрпештің кегі қайтарылды. Ал Баян сұлу күннің батқанын тамашалап отырады. Тима, сенің кезегің! О, әсем Баян сұлу! Сенің батыл әрекетің мені қайта тірілтті. Енді бірге болып аспанды бағындыра аламыз. Керемет, Лала, Айдаһар дайын ба? Дайын. Алақай, енді Айдаһар шықсын. О, қозы көрпеш пен Баян сұлу Айдаһармен серуендеуге кетті. Олар бақытты да ұзақ ғұмыр кешті. Вау, қараңдар, біртүрлі екен. Мына жер қорқынышты екен. Бұл жер неге маған бір нәрсені еске түсіріп тұр? Өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Ішің ауырып тұр ма? Алаушаға кесек ағаш бер. Өзін нашар сезіп тұр. Тамақтансын. Қорқатын ештеңе жоқ. Жолшыларым, сендерді қарсы алмағаным үшін кешіріңдер. Ұят болды. Қайткенде бұл менің міндетім. Араларыңдағы дауысы ең жуаны сенсің ау. Әрине, мәртебелі бұғысың ғой. Ата тегің орманда ән айтумен танымал. Ал сен кімсің, сұлуым? Қандай әдемі кішкентай аққу. Сұлулық пен махаббаттың белгісі екенің бірден көрініп тұр. Қандай күшті бөлтірігер жетіп келеді. Өзі қандай батыл, осы топтың басшысы боласың ау. Ой, қараңдаршы, қандай жылтыр, қабыршағы не деген әдемі, ал өзі сондай айбатты. Ал сен, балам, ауырып қалған сияқтысың ғой. Бұл жер тым ылғал. Иә, ылғал. Мен де ауырып қалдым. Ошағымда сөніп қалды. Мұның бәрі Айдаһардың көмекшілерінің жұмысы. Осында келіп менің ошағымды сөндіріп тастады. Сөйтіп менікінде де, басқа киіз үйлерде де бірде-бір ошақ қалған жоқ. Ой, бұл қалай сонда? Сенде ошақ жоқ болса, басқаларда неге жоқ? Мен түсінбедім. Мен отанамын, балам. Үй ошағының есімін. Ал қазір менде ол да жоқ. Ұмай ана мені көре алмайды. Енді қайттық. Есіме түсті, мен осында тудым ғой. Не? Иә, дәл солай. Мұнда ошақтағы барлық от әрбір отбасыға жарық пен жылу әкелу үшін туады. Демек мен осы жерде дүниеге келсем, осы жаққа алуым керек. Қолымнан келеді. Бірақ осы жердің ылғал болғандығынан оны істеу оңай емес. Егер мәселе ылғалда болса, онда біз оны жеңе аламыз. Өйткені бірге біз бәрін істей аламыз. Қаншама позитив. Менің түсінуімше, мұны қайтадан мен жасаймын. Қане, мен сол жерге қой, бұғышақ. Мен болдым. Рахмет, балалар. Сендердің арқаларында
Сонда енді әрбір шаңырақтың ошағы сақталып, қайтадан жылу бере бастайды. Әсіресе саған рахмет кішкентай алауша. Сондай-ақ ендігәрі сен жақсы көретін адамдарыңды күйдірмей ұстай аласың. Не? Шынымен ба? Енді сен бізбен ойнай аласың. Алақай! Ақыры келді-ау. Келді ме? Әке, анашым, амансыздар ма? Әжем мен атамның үйінде қонақ болғанды ұнатам. Тима, олар есінде жоқ па? Уайымдама, бауырым, олар күшті кісілер. Әжем аздап ұрымшыл, бірақ әлемдегі ең тәтті бауырсақ пісіреді. Ал атам керемет хикаялар ойлап табады. Сұлу үнемі сеніп қалады. Бұл жолы сенбейм, жақсылап дайындалдым. Енді атам мені алдай алмайды. Жаным ау, мынаның бәрін оқу үшін бір жазда жетпейді ғой. Көріспегелі көп болды. Әке? Бізге сирек келетін болдың ғой, балам. Із-түзсіз кеткеніңе 10 жыл болды. Өткен аптада ғана азық түлік әкеп едім ғой. Ал мынау кім? Анашым! Неткен шаруа қор едің? Әкел мына тамызықты үйге апаруға көмектесейін. Тамызық? Ақыры келдің ау, жаным немерем, Әмина. Менің атым Лала. Сенің атыңды Әмина деп қояйын дегенімізді айтпап едім. Ол жылы перзентханаларда Әминалардың көп болғаны соншалық ол есім бітіп қалды. Сөйтіп басқа ат таңдауға тура келді. Не? Ондай бола ма? Балалардың басын қатырма, тамақ ішейік. Тамақ ішеміз. Алақай. Өте дәмді. Ақылдым сол, жеп бітір Лала, әйтпесе күйеуің көріксіз болады. Ал мен әзірше біздің шежіремізді көрсетейін. Ойбу, сағат неше болды? Кетуің керек сияқты. Не? Қазір ме? Үйге ме? Папа! Уайымдамаңдар жандарым. Мамаларың екеуміз күн сайын хабарласып тұрамыз. Сөз берем. Байғыз балалар, әкелерің бір жола кетіп барады. Не? Жоқ. Табалдырықта топырлап тұрмаңдар. Жамандық шақырайын деп тұрсыңдар ма? Олай емес, әже. Мынау менің кішкентай кезім, ал мынау менің әжем. Олар отбасымен бірге көшіп қонып жүретін. Күшті, ал мынау кім? О, бұл біздің атаңызға айналған бабамыз. Оның аты Бөрібай Бекзат Бөрі. Ол сендердің арғы аталарың. Мәссаған, Сұлу, екеуің ұқсайды екенсіңдер. Демек, Сұлу бөрі ме? Әрине бөрі. Бір күні ол жолда бір хатты тауып алып, өздеріне шабуылдайын деп жатқанын біліп қойды. Сөйтіп ауылын тау жаққа алып кетті. Алғыс ретінде оған бір сандық күміс беріпті. Ол сандықты көміп тастады. Қиын қыстау күнге деп. Сол кезден бері ол қазынаны ешкім көрмеген. Демек біз оны таба аламыз ба? Онда сол қазынаны табайық. Міне келдік. Бөрібай қазынасын дәл осы жерге көмген. Мүмкін емес. Дәл сол жер. Сіздердің бақтарыңыз ба? Ата, бұл тағы да әзіл ме? Ешқандай да әзіл емес. Мен бұл жердің бәрін қаздым, бірақ қазынаны таба алмадым. Қазу дейсіз бе? Мен де қазам. Бола ма? Әрине болады. Жақсы қазына іздеушіге жақсы құрал сай. Бөрібайдың немересі екені көрініп тұр. Сұлу, сен неге бізбен бірге іздемейсің? Себебі іздейтін түк жоқ, Лала. Ешқандай да қазына жоқ. Атам бізді тағы да алдап соқты. Бірақ Сұлу, атам біздің көңілімізді көтеру үшін әзілдеген ғой. Кейде мен де сеніп қалам. Арасында қылжақтаудың несі жаман? Әже, қараңыз, мұрным картоп болып кетті. Оны түзету оп-оңай. Міне. Жоқ, мұрным. Сенікі дұрыс шығар, Лала. Мен әзілді шындап қабылдаған сияқты. Таңғаларлық түгі жоқ. Ата-аңызға айналған қасқырлар үнемі ақиқатты анықтайды. Шығысқа қарап тұрған ақ тасты ізде. Лала, бұл жерде қазынаның қайда жасырылғаны жазылған ғой. Жылдам бәріне айтып беру керек. Не тапқанымызды қараңдаршы. Бөрібай суреттің артына жұмбақ жасырыпты. Мүмкін емес, тезірек оқсаңшы. Бұл жерде шығысқа қараған ақ тасты ізде делінген. Шығыс деген қай жақ? Ана жақ. Бірақ ол жерде ештеңе жоқ қой. Әрине, себебі ол шығысқа қарап тұр ғой. Міне ақ тас. Ал керек болса, әрі қарай не жазыпты? Раушан ағашы тамырының арасында істеген нәрсеңді табасың. Бұл жерде бір қателік бар сияқты. Бағымызда раушан ағашы болса, бірден байқар едім. Бұл жерде раушанның иісі де жоқ. Расымен де, мынау қандай ағаш болған? Пальма болды ғой деймін. Ол алмұрт болған. Алмұрт жеміс ағашы. Раушан гүлділер тұқымдасына жатады. Демек, қазамыз. Бұл түрімізбен Бразилияға дейін қазамыз. Қадірлі қонақтарымызға қандай ас ұсынамыз? Таптым. Сұлу, тезірек аш. Қараңдар, ішінде хат бар екен. Бұл Бөрібай бабамыздың хаты. Онда не жазылған екен, Сұлу? Мүмкін емес. Бұл жерде қазына қарғысқа ұшыраған депті. Не? Мүмкін емес. Шын ба? Жоқ, бұл наурыз көжені дайындау әдісі. Бабаларымыздың қазынасы деп осыны айт.
қайда ол? О, міне, Жылан, маған жақын жүр. Иә, суықтан гөрі ыстық жақсырақ. Ақсақал тоқып берген жемпірге рахмет. Мен үйді сағынып кеттім. Ол уайымдап жатқан шығар. Бірақ өз ісімізге жауапкершілікпен қарауды үйреткен өзі ғой. Айдаһарды тоқтатуымыз керек. Бөлтірік, сенің ішің ауырып тұр ма? Ей, бұл мен емес. Ой, кешір, онда бұл кім? Ей, қаңғыбас ит, сен дәл біраз бидайдың қалғанын білем. Мені айдаһар жібергенін білмейсің бе? Бірақ одан күшіктерге деп бидай сұрап алдым. Ол жазық даладағының бәрін өзі алып алған. Бұл ол үшін емес, бұл мен үшін. Не деген жаман аю? Я, келісем. Бірақ ол байғұс итке тиісіп тұр. Сондықтан ол зұлым болуы мүмкін. Аха, келісем. Оны бірден зұлым деп айту өрескел емес пе? Я, өрескел көрінеді. Ол бәрі бірде зұлым болуы мүмкін. Қалай түсінуге болады? Я, бұл өте қиын екен. Бір шешімге кел, бұғышақ. Ол бізді байқап қойған сияқты. Балалар мұнда не істеп жүр? Біткен жеріміз осы. О, қолшам. Ей, біздің досымызды қайтар. Келесі жолы бөлтірік қатты тартпа. О, менің қорғаушыларым, сендерге үлкен рахмет. Сендер менің құтқарушыларымсыңдар. Оқасы жоқ. Аю бидайды тығып қойған сіз деді. Және айдаһардың бұл жерлерден бәрін алып кеткенін айтты. Иә, айдаһар адамдардың барлық затын алып алды. Оларды бақытсыз қылып, нансыз қалдырды. Нансыз ба? Сонда бауырсақсыз ба? Мүлде тамақсыз. Мен оны күшіктерім үшін тым болмаса аз ғана бидай керек екеніне сендірдім. Бірақ күшіктерім адамдарда екенін айтпадым. О, сонда сіз айдаһарды алдап соғып, бидайды адамдарға қалдырған екенсіз ғой. Негізі мен ешкімді алдаған жоқпын. Менің күшіктерім олардың үйінде. Сондықтан адамдар тоқ болса, менің күшіктерім де тоқ. Мен адамдарды бұлай қалдыра алмайым. Олар менің достарым емес пе? Мен мұнда бір гәп бар екенін білгем. Ал сіз, Аю мырза, неге сонша ашулысыз? Ондай болуға болмайды. Шынымды айтсам, айдаһар маған қысқа жеткілікті тамақ қалдырам деп уәде беріп, уайымдаудың қажеті жоқ деді. Әйтпесе қыс сайын азық азайып, адамдар иттермен бірге орманға, тауға қарай келеді. Сосын ол мені жұмысқа алды. Оның айтуынша, адамдардың көз жасы керек. Ол үшін оларды жылату керек. Ал оларды жылату үшін тамақтарын алып кету керек. Және менің қатал болуымды талап етті. Өйткені зұлымдардың бәрі қатыгез. Бірақ бұл маған ұнамайды. Бұл мәдениетсіздік. Онда былай істейік. Сіз маған көмектессеңіз, мен онда адамдардан сізге көбірек тамақ қалдыруын және сізді мазаламауын сұрайым. Ал сіз адамдарды қорғайтын боласыз. Несі бар? Келістік? Алақай! Балақайлар ойнауға шықты. Жандарым, бауырсақ пісіріп әкелдім.
О, бауырсақ! Жандарым, әке шешелерің наурызға келмейтіндіктен мұңаймаңдар. Тәтті жесе қалай қарайсыңдар? Бүгін қандай түн екенін білесіңдер ме? Әке шешем жұмыстан босай алмай жатқан кезекті түн бе? Жоқ, жаным, бүгін сиқырлы түн. Ең қатты армандайтын тілектеріңді тілейтін түн. Я, олар міндетті түрде орындалады. Яғни, оларды бір кісі орындайды. Наурыз бойы Қыдыр ата есімді сиқырлы қария үйлерді аралап жүреді. Кім? Оның тұрғандай? Оның ба? Қыдыр ата кез келген кейіпте келуі мүмкін. Қыдыр ата екенін қалай білеміз? Еш қалай. Жай ғана тәртіпті болып, әр қонақты жақсы күтіп алсаңдар болды. Қош келдіңіз, құрметті қонақ. Дастарханға отырыңыз, қысылмаңыз. Сүйікті жарым бәрімізге дәмі тіл үйретін бауырсағын беріп жатыр еді. Ата, бұл кезекті әзіліңіз бе? Жоқ, бұл ертеден келе жатқан аңыз, жаным. Өткен жылы біз адасып жүрген туристі қонақ еткенбіз. Ол маған мына термосты сыйлады. Жақсы термос алсам деп үнемі армандаушы едім. Қыдыр ата оны біздің үйде әдейі ұмытып кетті. Ойлаңдаршы. Қайырлы түн, балалар. Тілек тілеп, көздеріңді жұмыңдар. Жақсылап ойланып алыңдар. Мұндай мүмкіндік жылына бір-ақ рет беріледі. Мен балаларға арналған опадалаптан бас тартпас едім. Сен ше, Сима? Ал мен жасыл трактор алғым келеді. Жоқ, жасыл жүк көлік. Жап-жасыл басқару пультімен. Әлбетте. Сұлу, ал сен қандай тілек тілейсің? Мен оны ертең ойлап көрермін. Қайырлы түн. Қыдыр ата, келдіңіз бе? Не болды? Ол осында, бұл Қыдыр ата, ол келді. Қыдыр ата? Мен ұстаймын. Оп! Абайлы, қанатын сақында болма. Қыздар, тезірек тілек тілеңдер. Жоқ, тілеп үлгермедім. Уайымдама, Тима, ол бәрін естігеніне сенімдімін. Қатты айғайлағаның соншалық, енді нен армандайтыныңды бүкіл ауыл білет. Жарайды. Қыдыр ата келеді деп мүлдем үміттенбеген едім. Шыдай алар емеспін. Қыдыр ата кез келген сәтте келуі мүмкін. Тіпті дәл қазір. Тима, ұйықтайықшы. Қыдыр ата ойынын ертең ойнайық. Қыдыр ата демалып жатыр деп ойлаймын. Шынымды айтсам, мен де демалуға қарсы емеспін. Папама бізбен бірге Қыдыр атаны күту ұнар еді. Мамам да әлі келмейді. Сәлем, жандарым. Мама? Неге ұйықтамай жатырсыңдар? Бірақ мамам келе алмайым деп еді ғой. Бәлкім, бұл Қыдыр ата шығар. Қыдыр ана. Шынымен сол болса, оны жақсылап күтіп алуымыз керек. Төрлетіңіз, отырыңыз, Қыдыр ана. Қыдыр, кім дейсіңдер? Сізге ең жұмсақ төсек дайындап қойдық. Рахмет, шынымен жұмсақ екен. О, әкеліңіз, мына қапты мен алайын. Ішінде заттар бар. Ол аман сау тұрады, сөз берем. Ал мен үнемі сөзімде тұрам. Айтпақшы, биыл мен өте тәртіпті болдым. Көп сурет салдым, әке шешеме көмектестім, бауырыма да. Иә, Тима? Қыдыр ана, мен де тәртіпті болдым. Міне, мынау сізге. Дәмін көріңіз. Рахмет, жаным. Оны қайдан? Қыдыр ана, одан да менің суымды алыңыз. О, менің көрпемді де. Міне, шәркемді алыңыз. Ұялмаңыз. Оны сәл ғана шайнадым. Рахмет, балалар. Сондай сүйкімдісіңдер. Иә, біз барымызды салдық. Сыйлықтарымызды тезірек алғымыз келеді. Сыйлық? Қандай сыйлық? Не? Лала, ол бәрін естіді деп едің ғой? Сима, доғар. Әдепсіздік танытпа. Мен опадалап алғым келеді. Алмаған, жасыл жүк көлігі, жасыл басқару пультімен. Саған ше, Сұлу? Мен әке шешеміздің наурызға келгенін қалаймын. Расымен де. Бүгін келеміз деп уәде еткен, бірақ келе алмады. Мамама барғым кеп тұр. Тіпті жасыл жүк көлігінен де қатты. Кешіріңдерші балақайлар. Аналарың екеуміз көңілдеріңді түсіргіміз келген жоқ. Қыдыр әке? Жоқ, жандарым. Уайымдатқанымыз үшін кешіріңдерші. Мама! Корпоративте сәл бөгеліп қалдық. Есесіне сыйлық алып келдік. Кезбе жолаушыны паналатасыңдар ба? Әлемді ұзақ шарлағаным соншалық әлім қалмады. Термосымды да жоғалтып алған сияқтымын. Оны қай жерде тастап кеттім екен. Дүниеге әміршісі, өзіңіз бұйырғандай сергітетін кофе алып келдім. Не дейсің? Естімей қалдым. Кофеңіз, зұлым ием. 「
әміршім, мұндай диета денсаулығыңызға зиян деп ойламайсыз ба? Көп ұзамай сымбатты денеңізді май басып кетуі әбден мүмкін. Қойш, тұр сымбатым келісіп ақ тұр. Түсінбедім. Мен неге сергіген жоқпын? Адам жасынан қанша қостың? Көп емес тақсырым, қорымыз бітіп барады, ал жалдамалы жұмысшы әйелдер бұрынғыдан да көп ақша сұрап отыр. Есіңізде болса. Бұл ғой басынғандары, үш есе қымбат алады. Оларды қойш, қос шоқпарларымда үнемі тапсырманы орындамайды. Алаңқайдағы жолбарыс, енді міне аюды алқаптағыларға көмектесуге кетті. Туыспыз ғой деп жыланға сенім артып едім. Ол да сен маған туыс емессің деп келіспеді. Иә, мәртебелім, дұрыс айтасыз. Неге басқа тәсілді қолданып көрмеске? Өткен жолы басқа тәсілді пайдаланғам. Айтпақшы, оны сенің бабаң ұсынған болатын. Бірақ әлгі қарлығаш бәрін құртты. Аузымды әлі соның қауырсынынан тазалай алмай жүрмін. Ол аз болғанда енді балалар да кедергі келтіруде. Ойлаш, балалар, тіпті батырлар да емес. Беделім түсіп барады. Терезені жап! Бірақ ұлы мәртебелім, бөлмеңіз сасып кетіпті. Жап дедім саған, суық. Ой, ұмытып кетіппін ғой, сізге қонақтар келді. Адамдар тағы сыйлық алып келді ме? Әлде жаңа ізбасарларым ба? Жоқ, шалғай алқаптағы дана ақсақал мен кәрі қарлығаш. Не дейсің? Дана ақсақал ма? Әлгі балаларды үйреткен ақсақал ма? Иә, соның дәл өзі жауыз ием. Бағанада неге айтпағансың? Терезені аш, бөлмені желдетіп қой. Қонақтар келе жатыр. Түх, осыған тұрарлық ақша да төлемейді. Неткен былық. Ұзақ ұйқы саған көмектеспеген сияқты. Тағы ұйықтап алсаң қайтеді. Байқаймын, құйрығыңда қайдарапсың. Имиджің керемет, стилистің жақсы екен. Шайың тамаш екен. Қайдан алдың? Айта алмаймын. Авторлық құқығым жоқ. Соттап жібереді. Шайды әрқашан жақсы таңдайтынсың. Неге әлі айналшықтап отырмыз? Қайдағы шай, қайдағы дастархан? Бұл жауыз ғойдан ақсақал, ол қайта оралды. Қойш, әрине мен жауыз емеспін. Мен қарапайым майдақармын. Жоқ, қарапайым емес. Жаман қылықтарымды тастағанымның құрметіне осы үңгірдің ішінде сүйікті, өзіме арналған мұражай аштым. Қайдағы мұражай қабыршақты құбышық. Дана ақсақал, осылай үндемек отыра беремісің? Мұражайды жақсы көрем. Экскурсия өткізейін бе? Жоқ. Иә, жақсы болар еді. Жүріңдер, сендерге Қытай мен Еуропадағы туыстарымның суреттерін көрсетейін. Үнемі демалып жүрген суреттерін жібереді. А сосын бас қызметші маса бәрін көрсетеді. Мына жерді жинап болған соң. Тағы жинау керек. Сонша іздеген жерімізге жеттік. Қане, батылырақ достар, қолымыздан келеді. Бәріне қайырлы таң. Қайырлы таң, балалар. Охо, неткен үлкен қыз. Үлкен қыз! Иә, қазіргі ұшақтар өте үлкен. Аташым, ол ұшақ емес, ол қыран. Әже, не істеп жатырсыз? Құрт жасап жатырмын, алтыным. Құрт деген не? Құрт тұздалған және кептірілген сүзбе. Орта Азия халықтарының дәстүрлі тағамы, ал кейіннен тарала бастаған. Әже, сізге көмектессем бола ма? Әрине күнім, бірге жасайық. Былай. Айтпақшы, Лала бәрінен күшті жасайды. Лаланың полимерлі балшықтан жасаған мүсіндері қалалық байқаудан бірінші орын алған. Қойыңдаршы, соншалықты қиын болған жоқ. Менің немерелерім алтын ғой. Лалагүл, онда сен әпсәтті үйреніп аласың. Ұста. Дайын, ең үлкен құрт атама.
Мұндай құрт атаңа ұзаққа жетеді. Әже, менікі қисық шығып жатыр. Уайымдама жаным, үйреніп аласың. Түйірінен тамшы тер. Мен барып Тимамен ойнайын. Лала, бізбен бірге барасың ба? Мен құрт жасай берейін. Жарайды, біз бақта боламыз. Ұмытпаңдар, құрт бір апта бойы кептіріледі. Не? Бір апта? Иә, кейбіреулеріне бір айда жетпей. Бірақ әже, ол уақыттың ішінде құртқа кез келген нәрсе болуы мүмкін ғой. Уайымдама Лалагүл, сенікі қазірдің өзінде жақсы шықты. Ал меніңше, әлі онша емес. Ештеңе етпес. Әлі бәрін бітіргенше уақытым бар. Қайсының дәмін бірінші көреміз? Менің құртымның дәмін көріңдерші. Сонымен мынаны Тима жасады. Атасына. Барымды салдым. Мұндай керемет құртты қалай жейміз? Әже, менің құртымның дәмін көріңізші. Әрине жаным, қане қалай шықты екен? Өте дәмді, бастысы сондай ерекше. Ал Лаланың құрты қайда? Оны қыран шоқып жеп қойған сияқты. Міне тұр ғой? Қайда, көрсетші. Неткен керемет. Бұл өмірімде көрген ең ғажап құрт. Лала, тіпті сіз бетен жауһар жасай аласың. Қойыңдаршы, өтірік мақтамаңдар. Әжемдікі сияқты мінсіз емес екенін білем. Ол кедір-бүдір, топ-томалақ та емес, дәмсіз. Оны қазір көреміз. Дәмі тілерет, Лала. Қане, мен де дәмін көрейін. Маған да беріңдерші. Әй, маған да қалдырыңдар. Жып-жұмсақ әрі ауыз қуырады. Ал керек болса, ауызға салсаң ел. Лала, ғажапсың. Сөзсіз дарының бар. Лала бәрінен күшті жасайды. Тима дұрыс айтады жаным, өзіңе тым қатал болма. Тіпті сен бастапқыда ойлағандай шықпаса да, жаман шықты деген сөз емес. Бір нәрсе істегенде бастысы өзіңе наса болды. Бәріңе рахмет. Келесі жолы тағы да бірге жасайық. Әше, енді не істейміз? Әй, Сумақай, немеремнің құртына тиісуші болма. Бірақ жабайы табиғатта қырандар құрт жемейді ғой. Дүрлікпеңдер, балалар. Бастысы қатты дауыс шығармау керек. Абақай, үлкен қыз! Міне, квестіміздің соңғы нысанасы. Енді айдаһарды тоқтата аламыз. Қалай ойлайсыңдар? Ол айдаһардың түрі қандай? Кітаптарға сенсек, денесі жылан сияқты қабыршақты, бөлтіріктікі сияқты өткір, аққу сияқты ұшалады. Бұғышақтыкінде мүйізі бар, және аузынан от шашады. Ой, демек бәріміздің қосындымыз секілді екен ғой. Иә, айдаһарлар менің бабаларым деседі. Ол айбарлы, әрі қорқынышты болса керек. Әй, абайлап жүрсіңдер. Мінекенсің ғой айдаһар. Біз ержүрек, қайсар балалармыз. Сені тоқтату үшін келдік. Иә, дұрыс. Енді есіме түсті. Десе де әлі кішкене бала екендерің көрініп тұр. Жарайды, балақайлар. Бірден сөздің тобықтай түйінін айтайын. Уақыт аз. Мен ұлы да қатыгез айдаһармын.
алдымда тізе бүгіңдер, әйтпесе. Әлі ұзақ па? Не? Иә. Көп созудың қажеті жоқ. Қысқасы, сендерде екі таңдау бар. Не мені тоқтатуға тырысасыңдар, не сүйікті ұстаздарың Дана Ақсақал мен Кәрі Қарлығаш осы лабиринтте мәңгі қалады. Немесе оларды іздейміз деп мені жіберіп аласың. Сендер ойланыңдар, ал мен заттарымды ары қарай жинай берейін. Жалдалмалы жүктегіштер тегін істемейді. Жоқ, ол Дана Ақсақалды тұтқынға алған ба? Кәрі Қарлығашты да. Дүрлікпейік, бұл жер лабиринт болса, оларды табудың жолы бар. Бөлініп, оларды іздеуге кірсейік. Бұғышақ пен аққу оңға, ал жылан, алауша үшеуміз солға барамыз. Оларды тапқан бойда осында қайтып келеміз. О, балалар, бұл жерде не істеп жүрсіңдер? Қарлығаш екеуіңізді құтқарып жүрміз. Түсінікті. Не? Әй, қабыршақты оңбаған-ай. Біз жігіттерді көмекке шақырмасын деп алдап, өзі қашып кетіпті ғой. Қартайған екенбіз. Алданып қалыппыз. Қайта балаларға рахмет. Мұнымен біткен жоқ. Тездету керек. Әйтпесе шығатын есіктердің бәрін бітеп тастайды. Кеттік. Алло. Естіліп тұрма? Бірақ маңызды емес. Қысқасы, кірер есіктерді ертерек бітеп тастаймыз деп шешкенімді айтуды ұмытып кетіппін. Сондықтан жолдарың болмады. Енді сөзсіз бір жола сонда қалатын болдыңдар. Қош болыңдар, балақайлар. Бізді алдап кетті. Бұл лабиринт емес. Ашуланба, бөлтірік. Шығар жол әрқашан табылады. Есікке қарай барайық, қалай шығатынымызды сол жерде шешерміз. Бөлтірік, сенде бәйтеректің тағы бір тұқымы қалды ғой? Үйде отырғызам деп алып қалғам. Оны қайтесің? Түсіндім. Тұқымды бере салшы, Бөлтірік. Бұғышақ, ал сен су бер. Жарайды, қалғаны осы. Бәріміз күш салдық, бірақ Айдахар қашып кетті. Бастысы бәрің амансыңдар. Жүріңдер, үйге қайтайық. Енді саяхат кезіндегі хикаяларды мен емес өздерің айтатын боласыңдар. Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!